Сәлем достар, бүгін баклажкада сақталған жапырақтан долма жасайтын боламыз. Жапырағымызды баклажкадан шығарып, бір ыдысқа саламыз, үстіне қайнаған су құйып 5 минутке қоямыз. Ішіне фарш жасау үшін фарш, күріш, туралған пияз, қара бұрыш, үстіне май саламыз, сосын тұз салып араластырып дайындаймыз. Судағы жапырағымызды шығарамыз. Бір біреуден алып, ішіне фарш салып, ораймыз. Қазанымызға әдемілеп тәктеп, толтырамыз. Дайын болған долманың үстіне қайнаған су құйып 5 минут қайнатамыз. Сосын жай отта жарты сағат демдеп қоямыз. Дайын ас болсын.